Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сабағымызды бастамас бұрын балалар есімізге түсірейікші. Дыбыстарды біз не істейміз? Айтамыз, естиміз, дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз сендермен өткен сабақта дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысқан болатынбыз. Дауысты дыбыстарды атаңдаршы. Аттап болсаңдар, дауыссыз дыбыстарды атаңдар. Сендер барлық дыбыстарды дұрыс айттыңдар деп ойлаймын. Қазір балалар, жұмыс дәптеріміздің 9-шы бетін ашайық. Бізге көркем жаз дейді. Қай әріп берілген? Дұрыс айтасыңдар, д қандай дыбыс? Дұрыс, дауыссыз дыбыс ұяң. Видеоны тоқтатып, дәптерімізде д әрпін көркем жазып шығамыз. Жазып болсақ, назарымызды оқулығымыздың 13-14 беттеріне назарымызды аударайық. 13 бетте бірінші жаттығу. Тапсырмасы не істейсің дейді? Мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Мәтіннің тақырыбын оқыңдаршы. Қыз. Авторы кім екен? Міржақып Дулатов. Балалар, Міржақып Дулатов ақын, жазушы, жалынды, көсемсөз шебері. Ал бәріміз бірге оқиық. Қыз. Міржақып Дулатов. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Балалар, енді видеоны тоқтатып, бұл мәтінді өздерің бір оқып шығыңдар. Оқып болсақ, балалар, мәтінге назар аударыңдаршы. Қызылмен белгіленіп тұрған сөз бапсыз. Бапсыз дегеніміз, балалар, ол жайсыз, қолайсыз, ыңғайсыз деген мағынаны білдіреді. Енді сендерге сұрақ, мұқият тыңдаңдар. Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Сендер бұл сұраққа дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Басқа аңдар туралы не білесің? Білмейтін болсаңдар, балалар, өздерің қосымша мәлімет тауып оқыңдар. Келесі назарымызды оқулығымыздың 14 бетіндегі 2-ші жаттығуға аударайық. Және жұмыс дәптеріміздегі 9-шы беттегі 2-ші жаттығуға аударыңдар. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, сендерде оқулықта сөздер берілген. Бұл көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, жұмыс дәптеріне әдемілеп жазып шығыңдар. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Сонымен бізде қандай сөздер шықты? Өзен, күндіз, қысты күні, киім. Сендер дұрыс жаздыңдар деп ойлаймын. Сендерге сұрақ, сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты? Қайсысы дауыс екенін ауызша айтып шық. Келесі назарымызды, балалар, оқулығымыздың 14 бетіндегі 3-ші жаттығуға және дәптердегі 9-шы беттегі назарымызды аударайық. Бұл жерде қай жыл мезгілі бейнеленген? Қыс, дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді сөз жұмбақты шешу үшін сендер әрбір заттың атауын жазу керексіңдер. Мысалы, бірінші суретте не бейнеленген? Қоян, дұрыс жазып шығыңдар. Екінші суретте ше, балалар? Дұрыс, шырша. Ал үшінші суретте не? Қай құс, балалар, бұл?
сауысқан дұрыс. Балалар, енді ерекшеленген жолда қандай сөз шықты? Қыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы болды? Дұрыс. Қыста қандай өзгерістер болады екен? Сендер барлық сұрақтарға жауап бердіңдер деп ойлаймын. Осымен ана тілі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.